Мен жетіммін. 5 бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздерші. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Жалпы балалар үйі деген құлаққа түрпідей жаман естіледі. Балалар үйінде өткізген күндерімді есіме алсам, жаным ауырады. Ата-анамыз бола тұра тірі жетім болдық. Ата-ананың аялы алақанына, мейірім шапағатына зәру болып өстік. Мейіріммен бір ауыз жылы сөзді сырттан іздедік. Ешқашан біреуге еркелеп көрмедік. Мейірім мен жылуды білмей өстік. Мен ол жерді жаман деп айтпаймын. Су ішкен құдығыңа түкірме дегендей, сол жер пана болды бізге. Тек не қазақша, не орысша тәрбие ала алмай, жалпақ тілмен айтқанда дүбәра болдық. Өсе келе бойжеткен шағым мен студенттік кезімде, нағыз ойнап күлер шағымда жастықтың жалынын сезіне алмадым. Бар ойым қамқып кетпей, аш қалмай, бауырларыма қарасып, оқуымды бітірсем дейтінмін. Кейінгісі қоғамда қалыптасқан пікір бойынша, адамдардың жетімдерді менсінбей кемсітіп қорлауы жаныма батты. Адамдарға таң қалатынмын. Не үшін балалар үйінен шыққан балаларға басқа планетадан келгендей қарайды? Олар да адам емес па? Мен деген қалыптасқан жеке тұлға. Олар да қоғамға сіңісіп, жұмыс істеп, отбасын құрып, өсіп өнгісі келеді. Меніңше, сіздерде мынадай бір түсінік па қалыптасқан. Ол жерден шыққан ұлдар мен қыздардың психикасы дұрыс емес. Нашақор, алкаш, болмаса жеңіл жүрісті, дұрыс тәрбие көрмеген, ішіп-жеп жата бергеннен қоғамға бейімделіп кетуі екі талай тексіз балалар деп ойлайды. Мұны жоққа шығара алмаймын. Иә, ондайлары да кездеседі арасында. Бірақ ол жердің балаларының барлығы бірдей емес. Өмірде көріп жатқанымыздай, ата-анасының көз алдында толыққанды отбасында өскен ұл-қыздарының да теріс жолға түсіп кетіп жатқандары бар емес пе? Өз үйінің ата-анасының оң жағында отырып, аяғы ауыр болып, некесіз босанып алып жатқан қыздар. Немесе нашақор, педофил, бұзақы қылмыскерлер. Мұндайлар да қазіргі заманда көптеп кездесіп жатқан жоқ па? Көпке топырақ шашудан аулақпын әрине. Біз жетімдіктен тоңып секірсек, мұндайлар тойып секіріп жүр деп айтар едім. Аллаға шүкір, біз ата-ананың тәрбие мейірін көрмей, балалар үйінде өссек те теріс жолға түсіп кеткен жоқпыз. Некесіз бала туу деген миыма да кіріп шыққан емес. Менің ұғымымда бала толыққанды отбасында өсу керек, ал ата-ана осы баланың алдындағы жауапкершілікті сезіну керек. Баланы дүниеге әкелер бұрын ойлану керек деп ойлаймын. Мысалы, біздің ешқайсысымыз тұрмыс құрып үйленген жоқпыз. Өйткені бізді ата-аналар өз қыздары мен ұлдарына тең көрмейді. Біз балалар үйінде өскен тірі жетімбіз. Сол үйдегі балалардың көпшілігінің тағдырлары солай. Жетімдер бір-біріне үйленіп жатады. Олармен осы уақытқа дейін араласып тұратындарымыз бар. Араларында біраз жетістіктерге жетіп, жақсы биіктікке көтерілгендері бар. Айтар болсам, жалпы психологияны жазған Төлеген Тәжібаев ағамыз осы балалар үйінен шыққан. Соғыс жылдарында атақты батырлар да шыққан. Мен де осы ағаларымыз секілді еліме, жұртыма пайдалы жан болсам деймін. Кейде өзегіңді өртеп, жаныңды күйзелтетін сәттер болады. Қыз болып ана тәрбиесін ала алмадық. Нан илеп, қамыр жаюды білмедік.
шелпек салып, бауырсақ пісіріп, тігіс тігіп, қою шай демдеп, тамақ пісіруді үйрене алмадық. Өйткені мұны үйрететін анамыз жанымызда болмады. Бірақ қазіргі таңда қолымнан мұның барлығы келеді. Мұның барлығын маған өмір өзі үйретті. Жалғасы бар.